Видео басталмай жатып сендерге Telegram арнамызда ұсынамын. Бұл жерде видеоның қашан шығатынын және ютуберлер туралы сөйлесеміз. Сілтемесі видеоның астында. Әлем дамыған сайын ойын индустриясы да дамып жатыр. Жыл сайын мыңнан аса әртүрлі жанрдағы ойындар шығады. Соның арқасында ойындар арасында конкуренция пайда болып, ең қызықты деген ойындар танымалдылық пен байлыққа ие болады. Сендермен бірге Top Times арнасы бүгінгі видеода Top 10 ең көп сатылған компьютерлік ойындар туралы айтатын боламыз. 10-шы орын Diablo 3 Action RPG жанрындағы ойын. Бұл ойынды америкалық Blizzard Entertainment компаниясы жасап шығарды. Осы ойын ескі болса да көрермендеріне геймплей жағынан қатты ұнаған. Бірақ алдыңғы бөлімдерге қарағанда үшінші бөлімі қызықсыз болды. Қысқаша сюжетін айтсам, сюжет Diablo 2 тарихынан 20 жыл өткен соң болған оқиғаларды баяндайды. Кейіпкер жұмбақ қаңғыбастың аспаннан құлауын зерттейді. Оның қылышы 3 бөлікке бөлініп кетті. Енді оны тауып байланыстыру керек. Сектанттар мұның алдын алуға тырысуда. Түп нұсқада ойынның 4 үлкен актілерден тұрады. Оған қоса тағы бір акт жанның орағы деп аталады. Бұл ойын 100-ден 88 балл жинаған. Әлсіз компьютерлермен ойнауға болады. Осы ойын қазіргі уақытқа дейін 20 миллион данасы сатылған екен. 9-шы орын Call of Duty Modern Warfare. Бұл біздің таңдауымыздағы көретін бірінші Call of Duty емес, бірақ бұл олардың ішіндегі ең жасы. Оны разработчиктері ақырында движокты өзгертті. Сондықтан ойын алдыңғы шығарылымдармен салыстырғанда ерекше болып шықты. Виртуалды қақтығыстар Сириядағы азаматтық соғыс пен Ирак соғысына, сондай-ақ Украинаның шығысындағы қақтығысқа негізделген. Сол үшін де кейбір адамдар бұл ойынға жалбы тастаған. Әдемі графика, тартымды мультиплеер, түсініксіз сюжеттік желілер осы және басқа мүмкіндіктер жобаның 30 миллион көшірмесін сатуға көмектесті. Келесі ойын The Elder Scrolls V Skyrim. Енді ғана біз аңызға айналған RPG жанрындағы ойынға да келіп жеттік. Бұл ойын 2011 жылдың соңына қарай компьютерге, PlayStation 3-ге және Xbox 360-ға да шықты. Өте шынайы жасалған, осының арқасында жылдың үздік RPG жүлдесін женді және жыл ойыны деген номинацияларын женді. Қазіргі таңда бұл ойынның 30 миллион көшірмесі сатылған екен. 7-ші орын Terraria. Осы ойынды көбі телефоннан ойнаған шығар. Бұл ойынды америкалық Relogic студиясы жасаған. Ол 2011 жылы Microsoft Windows компьютерлер үшін шығарылды, яғни Steam'де. Кейін басқа да консоль мен телефондарды шығара бастады. Осының арқасында көп ойыншылар танып, ойынға жоғары балл берген. Кейбір адамдар Minecraftқа ұқсатып жатады, бірақ екеуі де екі түрлі, яғни біреуі 3-ті болса, екіншісі 2-ді. Қазіргі таңда 30 миллион көшірмесі сатылған. 2020 жылы обновлениеға қарамастан ондаған мың адам әлі ойнайды. 6-шы орын Red Dead Redemption 2. Rockstar компаниясы жасаған тағы бір шедеврі. Бұл ойын ұсақ бөлшектерге дейін идеально жасалып, реалистичный етіп жасаған. Жалпы ойын жабайы батысты ковбойлық өмірді көрсетеді. Сол кезде ең көп күткен және өте қызықты ойындардың бірі ретінде RDR 2 шығарылғаннан кейін бірнеше сатылым рекордтарын жаңартты. Ойын сатылымға шыққаннан кейін 2 апта ішінде 17 миллионнан астам данасы сатылып кетті. Rockstar үшін 725 миллион доллардан астам табыс әкелді және ең жоғары балл жинады. Жалпы қазіргі уақытта 43 миллион көшірмесі сатылған. 5-ші орын Pac-Man. 90-шы жылдың ойынына да келіп жеттік. Бұл шедеврді жапондық Bandai Namco Entertainment шығарған. Ол 40 жылдан астам уақыт бойы жүйелі түрде шығарылды. Барлық платформаларда 48 миллионға жуық данасы сатылған және 14 миллион ақш долларынан табыс тапты. Оның көпшілігі түпнұсқа аркада ойыннан алынды. Pac-Man кейіпкері Bandai Namco ресми тұмары болып табылады және тарихтағы ең танымал бейне ойын кейіпкерлерінің бірі болып қала береді. 4-ші орын PUBG. Battle Royale жанрындағы алғаш әкелген ойын. Windows операциялық жүйесі үшін 2017 жылдың 23 наурызында Steam'де шығарылды. Ойын шығарылған кезде алғашқы 7 айда 17 миллионнан астам көшірме сатылды және жылдың соңына қарай 22 миллионнан астам ойыншыға жетті. Кейін телефонға арналып шығарылды, бірақ ол Free Fire'ға қарағанда аз көрсеткіш көрсетті. Осы уақытқа дейін 75 миллион көшірмесі сатылған екен. Міне топ 3-ке де келдік. 3-ші орын Tetris. Бұл ойын ескі болғанымен ең көп көшірмесі сатылған ойындардың бірі болып қала береді.
себебі қазіргі уақытта 100 миллионнан астам көшірмесі сатылды. Бұл аңызға айналған ойынды СССР-дің программисті жасаған екен. Екінші орын GTA 5. Мен айтпасам да ойын туралы көбін білетін боларсыңдар. Қаншама жыл өтті, әлі де бірнеше геймерлер ойнап жатады. Rockstar компаниясының ең көп қаржы бөлген үлкен жұмысын атқарған ойын. Және бұл ойын өз бағасын толығымен ақтап, тіпті разработчиктерге көп ақша түсірді. Осының арқасында Rockstar GTA 5-тің онлайн версиясын жасап шығарды. Және де Rockstar GTA 5-тің 165 миллион көшірмесін сатып үлгерді. Бірінші орын Borat тұр. Бұл ойын геймплей, сюжет жағынан және ең бастысы танымалдылық жағынан әлем бойынша бірінші орында. Жақсы, қалжыңды қоя тұрайық. Ханымдар мен мырзалар, бірінші орында Майнкрафт соңғы 10 жылдағы ғана емес, жалпы тарих бойынша ең көп сатылатын ойын. Бұл ойында швед программисті Маркус Персон жасаған. 2014 жылы Персон өзінің Mojang студиясы мен Майнкрафттың құқығын Microsoftқа 2,5 миллиард долларға сатты. Негізі ойынның басты плюсы өзінің не қалайсын соның бәрін жасауға мүмкіндік береді. Ашық динамикалық саундтректер, минималистичный дизайн, шығармашылық еркіндік, осының бәрі Майнкрафтта бар. Бұл ютуберлер мен геймерлерге өте қатты ұнайды. Қазіргі уақытқа дейін Майнкрафттың 238 миллион көшірмесі сатылды. Бұл әлем халқының 3%-ын құрайды. Міне, видеода аяқталды. Видеодан соң лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Сендермен бірге топ тайм санасы. Келесі кездескенше.